Ата адам бойындағы жақсы қасиеттерге не жатады, айтпеңізші маған. Балам, жақсы қасиетке әрине көп нәрсе жатады. Ең бірінші адаммен бірін-бірі сыйлау керек. Адам бірін-бірі құрметтеу керек. Онымен қоса анау біріне-бірі көмек көрсетуің керек. Мысалы, кішкене үлкен кісілерге құрмет көрсетіп, кішілерге ізет көрсетіп, бірін-бірін сыйлауың керек. Онан кейін сен енді міне оқу оқисың. Оқу оқығанда мұғалімдерді сыйлап, олардың айтқанын тыңдап, ол ақылдарды өзіңе сіңіріп тоқып алсаң, кейін үлкен білімді азамат боласың. Онан кейін анау үлкен кісілер енді кейін зейнетке шығады. Зейнетке шыққан кезде олар қартайып, ауырады. Сол кезде сен оларға шамаң келгенше көмектесіп, дәрісін әкеліп беріп, керек болса суын әкеліп беріп, солай көмек көрсетесің. Онымен қоса сен өсесің. Өскеннен кейін сен алдын алған мақсатыңа жетесің, институтқа түсесің, диплом аласың. Солай да жақсы жұмыс істейсің. Жұмыс істеген кезде сен ұмытпауың керек. Сен істесең, халқың үшін істейсің. Халқыңға өзіңнің еңбегіңді көрсету үшін, халықты сыйлау үшін, сен оларға әр уақытта сыйластықпен қарап, қолынан келген көмегіңді көрсетіп, жақсы адам екеніңді білдіріп отыруың керек. Онымен қоса, үлкен кісілер айттым ғой, сені кейін біледі, бәленбайдың баласы жақсы екен, жақсы тәрбие алған екен. Осы баланың келешегі бар, айналайын бақытты бол деп саған айтады. Рахмет сізге, ата, батаңызды беріңізші маған. Тәңір жарылқасын балам, кімді жарылқаса, оның қасында кетсін. Жақсының жанында болсын, жаманның алдында болсын, жортқандар жолың болсын. Алла тағала сен адасқан кезде сені жолға салып жүрсін. Сүйенген кезде сені сүйемелдеп жүрсін. Өмір пәледен, жүзі қатерден сақтасын. Жарату үшін Алла өзіне жар болсын. Мына өсе келіп, денің сау, іші ауырмай, жақсы адам бол. Кейін жұмыс құрғанда, өмір сүргенде халықтың тіл табысып, халықтың белді азаматы болып, өмірде сен әр уақытта саған айналайын ақ жол тілеймін. Аумин.